Бүгін сіздермен 3 минутта дайын болатын кекстің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа керек, 3 ас қасық қант керек. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып, үстіне 3 ас қасық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 3 ас қасық сүтімізді құямыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз еру керек жақсылап. Түйіршіктер болмау керек. Оның үстіне 2 ас қасық какаоны салып, жарты шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап какаомыз ерігенше әдемілеп түйіршіктер болмайтындай қылып араластырып шығамыз. Какаоны разрыхлительді ұнды барлығын қыздар ситадан өткізіп алыңыздар. Оның үстіне қазір біз сита ұнды саламыз. Ұнымыз дайын тұр, уже ситадан өткізілген. Жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды салып, барлық массаны жақсылап, ішінде түйіршік қалмайтындай қылып араластырамыз. Араласқан массамыз мінекей дайын біздің. Енді осыны біз 3 минутқа микроволновкаға жібереміз. Микроволновкада 3 минутта кексіміз дайын болады. Мінекей қыздар, 3 минут өтті, кексіміз дайын. Енді алып кексті суытамыз. Мінекей, суыған кекстің үстіне мен 2 қасық сметана мен 2 қасық қантты араластырып әдемілеп езіп қойдым. Суыған кексті тарелкеге аударып, үстіне жағып жей берсеңіздер болады. Ас болсын